Ассалаумағалейкум. Челленджіміздің 3-ші аптасына қош келдіңіздер. Челленджіміздің 3-ші аптасы ресми түрде басталып жатыр, яғни сәуірдің 6-сы күні, дүйсенбі күні бұйырса, жаңа аптамызға бастап сделкаларымызды, саудаларымызды жасап бастап кеттік. Сол жайында бүгін дүйсенбі күні азанда бір сделкамыз болды. Өткен аптада жұма күнгі қалдырылған сделкамыз бүгін қандай нәтижемен аяқталды. Сол жайында қазір қысқаша айтып бөлісіп аптамызды бастайтын боламыз. Так, экранда көріп тұрғандарыңыздай, бүгін азанда әуелі осы болған сделканы бір толықтап айтып кетейік, қалай болғаны, не жайында ашылғандығы. Бүгін азанда Euro USD-дан сағат Нью-Йорк ашылу салысымен азанда 4 кезінде осындай сделкамыз болды. Бұл сделканың болу жалпы бірінші подтверждениесіне келетін болсақ, бізде үлкен таймфреймдағы, күндік таймфреймдағы ликвидность. Күндік таймфреймдағы төменгі ликвидностьті свип жасаған PDL-ді, яғни ары қарай мына PDH-ға дейін previous day-ға, яғни бір алдыңғы күннің максимум бағасына дейін барады деп көріп, бір сағаттық таймфрейммен мына жаңағы біз белгілеген PDL-ді свип жасағаннан кейін, ликвидті алғаннан кейін, бір сағаттық свеча осыны фитилімен жабылғаннан кейін келесі свечадан сделка ашылды. Енді мына жақта ликвидқа дейін ұстауға болатын, бірақ бізде мақсатымыз PDH, яғни бір алдыңғы күнгі максимум ликвид болғандықтан осыған дейін ұстап, осындай сделкамен сәтті аяқтадық. Бұған біздің жаңағы немізді. Мына жерде өздеріңіз көріп тұрғандарыңыздай, бүгінгі евродан болған нәтижесі $2223 мен аяқталған. Журналымызға да толтырғанбыз. Журналымызға еврода азанда көргендеріңіздей 4 кезінде ашылған сделка, Азияда лонг сделкасы ашылды, PDL, PDH подтверждениелермен болған, бір сағаттық ликвидностьті жаңағы алып фитилмен свип жасаған. Әрине кіру сетапымыз сәл риск бар сетап болды, өйткені кішкентай таймфреймнан 15 минуттықтардан структура нелер күтпей кіріп кеттік. Тек профитқа жетті, 2.26 ерер болған. Мына жерде көріп тұрғандарыңыздай 2.26-27 ерер болып тұр бізде. Жаңағы фотолары барлығы жүктелген, салынған кездегі, сделкаға кірген кездегі фотолары деген сияқты жүктелген, но бұларды көрсетіп қажет емес шығар. Журналдан эмоция ештеңе болмады, но бір несі жаңа жерде жазып қойған. Килзона, яғни мен өзім көбі негізі Азия сессиясында қатты сделкаға кіре бермеймін, сол себепті Килзонаның сыртында сәл енді өзім жасайтын сессиямнан басқа мына жерде мысалы жазылған көп сауда жасамайтын сессия болды, және дүйсенбі күннің әсері болуы әбден мүмкін, яғни дүйсенбі күні нарығы сағатты. Бірақ енді өткендегі жұма күнгі жаңалықтар, жалпы жұма күнгі демалыстарға байланысты бүгін қозғалыс болып қалу деген мүмкін оймен осылай кіргенбіз. Сосын соңғы сделкаларға журналыма мынандай орындалған нәтижелерін осылай қосып отырамын. Барлығын енді бұл алдыңғыларын уже қай жерде қалай орындалғанын жіберіп алған екенмін. Келесі сделкалардан бастап осылай жаңағы нәтиже шыққан, болған нәтижелерін стоппен кеткен болса стопқа жеткендігін осылай қойып отыратын боламыз. Сосын келесі бір сделкамыз бізде алтын. Өткен аптадан қалған сделка болған. Бұл өткен аптаның жұма күні кіріп, өткен аптаның видеосында көрсетіп өткен болатын. Біз сол алтын бізде қазір без убытокпен кетті, яғни өткен аптада 1500 плюс болып тұрған, но жұма күні демалыс болғандықтан жұма күні мен оны жауып үлгермей апта соңына қалған болатын. Бүгін азанда бұл без убытокпен алып кетті. Бірақ қарасаңыздар, именно біздің без убытогымызды мына жерде қарасаңыздар, алдыда ары қарай жоғарыға қарай өсіп жатыр. Қазір алтынды мына жерден даже көрсетсек болады. Без убытогымызды қайтып келіп алып, ары қарай мынау негізі мынау жаққа дейін барған болатын. Жалпы Fiverr'стан кіріп көретін болсаңыздар, алтын именно жұма күні баға осы жерден 1-2 сағатқа ашылды деп өткен видеода көрсетіп айтқам, но қайтып келіп бүгін без убытогымызды ала салып қайтадан көтеріліп жатыр. Енді бұндайға жасайтын ештеңе жоқ, бастысы бізге шығынмен кеткеніміз жоқ. Бізге әрине минусы болды, бұның жаңағы қалдырған жұма күні апта жаңа демалыс күндеріне қалдырған свап алды, комиссиясын алды. Түнге қалдырған сделканың примерно $112 свап алды. Без убытогымнан сәл төменге қарай агрессивно қозғалғандықтан жауып жіберген екен, $100 тоже, яғни $200 минуспен, енді без убыток почти деген солай жабылды. Оның артынан жаңағындай мынау жабылғаннан кейін азанда жаңағы евро сделкамыз ашылды. Ары қарай енді аптамыз енді басталып жатыр. Аптамыз сәтті басталды. Уже шотымыз қазір бізде 98.167, яғни 1.8% минустарда тұр. Қазір ары қарай аптамыздың қалған күндерінде де жалғастырып көретін боламыз. Так, басқа осы аптаға енді анализдеріміз әлі тұрақсыз болып жатыр, өйткені енді Иран мен
Трамптың арасындағы нені әлі бір жаққа келе алғанымыз жоқ. Яғни Трамптың айтып жатқан заттарынан нақты бір ұстап аларлықтай, нақты бір шешім шығарарлықтай ештеңе ақпарат берілмегендіктен баға былайша айтқан кезде бір орында жүріп қалды деп те айтсақ болады. Мысалға мынаны 4 сағаттықпен қарайтын болсақ, мұнаралық нақты бір бағыт анықталған қозғалыс емес. Мына жерде де мысалға еврода да DXY-да да қарасаңыздар, нақты бағыт анықталған қозғалыс емес. Осы себепті сәл күткен, негізі абайлап әлі нақты бір бағыт шешімі шыққанша риск деген нәрсені өте жақсылап сақтап, жаңағы түсінікті жерге кірмесеңіздер, манипуляцияға жаңағындай кез келген жаңалықтың әсерімен келесі жақтарына кетіп қалу мүмкіндіктері өте жоғары. Сол себепті де осы аптаға барынша абайлап, асықпай сделкаға кіруге тырысамыз. Аптамыз осылай басталды. Бұйырса ары қарай жалғасы келесі күндері болған сделкалар болса, осылай жалғастырып айтып өтетін боламыз. Так, сәуірдің 12-сі жексенбі күні, яғни демалыс күнінен барлықтарыңызға тағы да сәлем. Осы видеоның басында, яғни осы 4-ші аптамыздың басталғанын айтқан болатынбыз. Ал қазір осы 4-ші аптамызда аяқталып отыр. Басында, осы аптаның басында болған сделкаларды қандай себеппен болғанын түсіндіріп айтып кететін болсақ, дәл қазіргі бөлімде осы аптаның соңғы күндері қандай сделка болды және общий қорытынды аптамызға жасап өтейік деп отырмыз. Олай болса, экранымызға өтейік. Так, көріп тұрғандарыңыздай, осы аптаның басында біз мына жердегі алтын евро позициясы ашылғанын және ол не үшін ашылғандығын көрсеткенбіз. Мына алтын өткен аптадан қалған позиция ары жалғасып жатыр дегенді айтқан болатынбыз. Одан кейін бізде кері қырықтан енді осы аптаға жоғары төменге біраз қызықты сделкалар ашылды. Солармен қазір қысқаша қалай болғандығын, не үшін екендігін айтып көрсетіп кететін боламыз. Так, бізде евродан кейін жетісі күні, яғни вторник күні болу керек, мыналар дүйсенбе. Вторник күні бізде кері қырықтан сделка болды. Осы апта дүйсенбі күні тек профит алғанбыз, ал вторник күні тоже басталғанда тек профитпен 3%-ға, 3%-бен кіргенбіз, бірақ бірге 3 шерер 0,7-мен азырақ кіргенбіз, бірге 2% қылып плюс жасап, яғни негізі бұл кезде бізде шотымыз қателеспесем 98 мың болып тұрған, 100 мыңға қайтадан көтерілдік. Одан кейін бізде стоп-лосс болды артынша 8 күні 1%-ға. Одан кейін мына сделка екеуін бір-бірімен алынған. Так, одан бұрын біз мына 7-сі күні алынған сделканың подтверждениелеріне тоқталып кетейік. Так, мына жерде айтылған екен, бірінші килзона, екінші HTF ликвид дегені үлкен таймфреймнің ликвиді, үшіншіден rejection in key level дейді, яғни маңызды бір орбиннан, деңгейден реакция алғаннан кейін кірілген сделка екен. Риски сетаппен кірілген, 0,7%-бен кірілген, бізге 2% плюс алып келген. Так, графиктерден қарайтын болсақ, сол кездегі үлкен таймфреймдағы мынандай бір алдыңғы күннің минимумын алғаннан кейін ары қарай бір алдыңғы күннің мына жақтағы максимумына барады деген подтверждениемен қарастырылған сделка. Кішкентай таймфреймда қалай көрінгендігін қазір көрсетеміз. Так, бізде мына сделка. Кішкентай таймфреймда бізде осындай подтверждение, жаңағы айтқан қараңыздар, үлкен таймфрейммен күндікпен мақсатын анықтап алғаннан кейін кішкентай таймфрейммен қарасақ, структураның мына жерден жоғарыға қарай кетіп жатқандығын көріп тұрмыз, импульс ретінде. Енді осы жерде қарасаңыздар, плюс қабаттасқан, қарапайым бізде орбин маңызды кейзона деп отырғанымыз осы. Мына орбинді бұзып шыққан, ретест келеді, өседі. Қайтадан ретест келді, реакция болды, мынау бұзып жабыла алды, бұза алмады. Фитилімен жабылды, осы жерден сделкаға кірілген, ары қарай не істеді, нәтижесін көретін боламыз. Қазір соңғы нәтижесінде бізде барлығын соңғы осы сделкалардан бастап қосып келе жатырмыз. Ары қарай не істеген, былайынан жаңағы сделкадан кейін маңызды орбиннен қарасаңыздар, тек профитқа не істеген, жетіп орындап берген екен. Так, одан кейін бізде келесі болған сделка, бізде осы сделкадан кейін қай күні мынаның бір ескеретін нәрсе бар, жаңағы килзона деп отырғаны, менде мына жерде уақытын көрсеңіздер болады, 12:00, яғни Франкфурттың аяқталып Лондон, осы кері 40-қа ең маңызды қозғалыс беретін Лондон сессиясының басталу уақыты. Осы уақытта жасалған болатын килзона деген нәрсе, менде осы нәрсе қысқаша. Одан кейінгі сделка стоп-лосс болған, 1% минус кеткен. Бұған кіру себебі не болған? Килзона, HTF ликвид. Так, мынау жаңағы сделкамыз, тек профитаға, екіншісі тоже жаңағы килзона, 1 сағат, 1 күндік ликвид тоже болған, 1 сағаттық ликвид асты тазаланғаннан кейін кірген екенбіз, бірақ ол тоже риски сетаппен стоп-лосс болған. Қазір неліктен стоп-лосс болғандықтарын графиктен қарап көрейік. Так, бірінші алған подтверждениелерімізді көрейік. Бізде кешегі бір алдыңғы сделкада алынған максимум мынау болатын, мынаның максимумын алып қайтқандықтан
Енді біз оның үстіндегі мына жерде күндік ликвид болған маңызды. Осыған барады деп көрген болатынбыз. Ары қарай жаңағы күндік деп отырғаны осы ликвид болды графикте. И кішкентай таймфрейммен қарайтын болсақ, так, мына сделка, кішкентай таймфрейммен қарасақ, мына 1 сағаттықта мына төменгі ликвидті алған. И осы жерде как раз индусмент деп айтады, және баланстың ішіне қалыптасқан ликвидностьті алғаннан кейін ары қарай реакция беріп бастаған жерден сделка ашылған. Бірақ бір қателігі мына жерде мына свечаның жабылғанын күту керек еді. Сәл астық сол болды. Енді бірақ 12 кезінде алынды. Бұл тоже жаңағы кер қырықтың логикасына байланысты деп даже мына жерде түсініктемесінде жазылған болар осы сделканың. Так, стоп-лосс болған мына сделка қателіктінде. Қателік LTF-тағы ликвид алынғанын күтпей кірдім. Яғни кішкентай таймфреймде 30 минуттықта бір ликвид болған. Баға сол ликвидтарды алып барып кетті дейді. Сосын мына бөліміне ма или жазылымы қателесіп тұрмын ба? Риски сетаппен кіріп, жаңағы соғысқа байланысты жақсы болғаннан кейін риски сетаппен сәл кіріліп кеткен жағдай болған екен. Жаңа 30 минуттық таймфреймдағы кішкентай таймфреймдағы ликвидтардың алынғанын күтпей, ол не істеген? Мына жер болған, бізде қандай нәтиже болған екен? Ол бізде көріп тұрғандарыңыздай осылай стоп-лоссты алып барып ары қарай жоғарыға көтерілген. Енді келесі сделкамыз бұдан да қызығырақ. Келесі сделкамыз жаңа біріншісіне асығысырақ кіріп кетіп, сәл ертерек кіріп қойғандықтан келесі позициямыз мына жерде ретейк деп айтамыз. Жаңағы бір позицияға ертерек кіріп қойып, бірақ ары қарай кететініне сенімді болсақ, осындай ретейк позишн деген бар. Жаңа 1 сағаттық барлық анализі жоғарғыдағы позициямен бірдей. Өйткені мына жерде қарасаңыздар жазылғанында. Мына жерде жазылған сделка так қолмен жабылып кетті. Сосын мына жерде сделка эмоция болмады, алдыңғы сделканың анализімен қайталап кірілді деген. Алдыңғы сделканың анализімен қайталап кірілді. Яғни алдыңғы сделкамызға сенімді болғанбыз бағаның жоғары кететіндігіне, бірақ та ол сделкамызға асығыс кіріп қойғандықтан мынаған жаңағы асықпай астыңғы ликвидтер алынғаннан кейін барып кірілген. Бұл сделканың айтпақшы бір қызығы болды. Сосын мына жерде сделка орындалу барысында күтпеген жағдаймен сделка толық орындалмай жатып, қолмен жабылып кетті. Вот осы ситуацияда мен журналды позициямды ашам, журналды жазып отырамын, жаңағы сосын телефонымнан MetaTrader 5-ке кіремін да, нақты стоп-лосс қойылған нүктелерімді бір сәл кешігіп жаздым, жаңағы ашылғаннан кейін сәл кешігіп қалып. Сосын жазып отырамын да, и нүктесін көремін да, телефонымды былай стөлге қоймақшы болғанда жаңағы MetaTrader'дің өзінің дыбысы болады позиция жабылған кездегі, сол дыбысы шығады, қарасам позициям қолмен жабылып кеткен. Просто телефонды қою несінде. И сол моментін мен телефонға өзім видеоға түсіріп алғам. Қазір келесі неден көре аласыздар. Ассалаумағалейкум, қалайсыздар? Достар, так, бүгін бізде дәл қазір бір қызық жағдай орын алды. Челленджімізге қатысты қысқаша бөлісіп кетуді шештім. Жаңа бізде бүгін кер қырықтан позиция ашылған болатын. Бүгінгі ашылған позицияларымыз журналдан былай көрсетіп кетейін. Мына жерде ашылған позициямыз, бірінші позициямыз былай стоп-лосспен кетіп, екінші позициямыз тура ашылып, журналымында қарасаңыздар, соңғы жағын жазып үлгермей жатып, жаңа телефонымнан позициямның кіру нүктелерін, нақты қай нүктеден кіргенім, стоп-лосс қайда қойылғанын жазып, мына журналға енгізу үшін позицияма кіріп, и телефонымды былай жерге қоймақшы болған кезде столға позициям автоматты түрде жабылып кетті. Осы видеоны көрген боларсыздар. Осыдан кейін енді бұдан қызық жағдайы менде қарасаңыздар, мына позиция қазір мына жерде қолмен жабылады, мында позицияға ескерткем, осы аумақтан қолмен жабылып кетті. И келесі бір қызығы, осыны жапқан кезде біз қасымызда кураторлар болған, сол кісіге айтып, так, мүмкін Құдай сақтап атқан шығар, ары қарай стоп-лосспен кетіп қалама деп айтып, сосын жаңағы офлайн сабақ болған, офлайн сабақтан кейін қарасам, мына жердегі баға төменге қарай стоп-лосспен төменге кеткен екен. Мысалға, анау қандай таймфрейм, 5 минуттық таймфрейм, уақытын көрейік, қай күні ашылғандығын көретін болсақ, так, бізде қолмен жабылып кетті деген позиция, market close деп тұрған позиция мынау болу керек. 8 күні сағат 14:55-те алынған позиция екен. Мынаны қазір трейдинг вьюға кіріп көретін болсақ, так, мынау емес, мынау алдында неге 7 күнге жеткен позиция, 8 күні примерно осы аралықтан алынған позиция болатын, 14:55 примерно маңайдан алынған. И ары қарай үстінде мына жақта күндік ликвид болған, қазір көрсетем. Вот қараңыздар, менің біраз күн жаңа барады деп қараған күндік ликвидностьім мынау болған үстіңгі жағындағы. Осыған барады деп плайнан тек профит қойып, осылай ұстап отырған кезде бізде не істеді? Мынау аралыққа келгенде позиция жаңағында айтқанымдай 5 минуттықпен қарасаңыздар, жаңағы жерге ұқсас ситуацияға қарасаңыздар,
вот мынау аралықтарға келген кезде менде не істейді, қолмен жабылып кетеді, жаңағыда байқаусызда. Осы аралығында мына мен видеоға түсіріп алған болатынмын. Одан кейін көріп тұрғандарыңыздай шынымен жаңа қолмен жабылуы да енді бір жағдай сақтаған деп айтуға болатын шығар. Одан кейін қарасаңыздар стоп-лосспен кеткен. Яғни осындай бір қызық жағдай болды осы аптамызда. Сосын бұл сделкамыз бізге 0,5-пен кірілген, 1-ге 2 орындаған жерден жабылғандықтан 1% плюс алып келген тоже. Сосын бұл сделкамыздың жаңа орындалуын көрдіңіздер, иә. Келесі, одан кейінгі сделка бізде тоже кері қырықтан 9 күні ашылды. Былайша айтқан кезде осы аптаның 6-сы, 7-сі, 8-і, 9-ы, яғни 4 күн қатарынан бізде не болды? Сделкаларымыз жасалды. Так, сосын апрельдің 9 күнгі болған сделка тоже кері қырықтан. Бұның подтверждениелері лонг болған, Лондонда ашылған подтверждениелерін көрейік. Күндік ликвид жоғарыда, кішкентай таймфреймнен тоже ликвид алынды, бір алдыңғы жалпы қарапайым немен бірдей, иә. Kill зона SNR-дің бір жаңағы SNR-ден бұл жерде мен өзім қосымша қолданатын SNR зонасын бұзып шыққаннан кейін сделкаға кірген болатын. Біз риски сетаппен енді соңғы кездері шыны керек менде жаңа clear сетап деп айтатын ең сенімді сетаптарым сәл агрессивно жаңалықтардың түрімен беріп отқан жоқ. Сол себепті мен clear сетапты аса қатты күтпей осындай риски сетаптармен жаңағы бастапқыда білесіздер біраз минуста болғаннан кейін сол минустан шығару үшін осындай риски сетаппен біраз сделкалар ашылды. Көріп тұрғандарыңыздай көбі, барлығы деп айтуға болады, иә. Так, мына сделкамыз стоп-лосс болды, 1% болған стоп-лосс болды. И осы жерде бір ескеретін нәрсе бар. Неге кірсек, вот жаңағы SNR зонасы деген мына жерде қарасаңыздар, мына жерге келеді, кішкентай таймфреймда ликвидтарды алады, мына үлкен таймфреймда SNR-ді бұзып шығады. И күндік жаңағы үстіңгі бір алдыңғы сделкада барады дегеніміз, неміз ликвидіміз әлі алынбаған. Вот соған бару керек. Екіншіден маңызды мынандай орбин болды. Қарасаңыздар, осы орбиннан сделка ашылды. Сосын кішкентай таймфрейм бізде мына аралықта. Қарасаңыздар, 30 минуттықта мына жерде маңызды трендовый өтенді жақсы прям алынып кетуі осындай ликвидтар болды. Жаңа кішкентай алынды деген менде вот мынау свип жасап мына жерде жабылғаннан кейін сделкаға кірілген. Осы кезде 12-де мынау қателеспесем Лондонның басталған свечасы болған. Бірақ Лондон мына жерге дейін келіп төменге қарай келіп кетті. Бірақ келесі тоже бір ескеретін нәрсе бар бізде. Так, мына сделкамыздың сосын жаңа стоп-лосспен кеткенін бір қарап жібере салайық. Мына жерде тұрды, иә. Вот мынау сияқты келді да стоп-лосспен алды. Енді бұның шыны керек қателігін өзімде аса қатты түсінбедім негізі. Мына жерде мысалы жазып қойғам, қателік дейтінде ештеңе байқамадым. Әрине clear сетап күтіп кіруге болар еді, бірақ кері қырық логикасына байланысты риски сетаппен кірдім. Кері қырықтың логикасы енді именно kill зонаға байланысты Лондон басталған кезде кететін жағына агрессивно жаңағы кіру нүктелерін, сенімді кіру нүктелерін бермей кетіп қалатындықтан осылай кірілген. Енді қателік ретінде санамаймын, әрине стоп-лосс болды, бірақ стоп-лосс болды деген сделканың барлығы қате деген сөз емес, иә. Анализіңізбен, өзіңіздің түсінікті ұстанатын ережелеріңізбен кірдіңіз ба, ол минус болу, оның нәтижесі оның минус болу, плюс болумен есептелмейді. Өйткені трейдингта 100% сенімді сетаппен кірсеңге ол минус болатын кездер өте көп болатындық, ешқандай гарантия жоқ болғандықтан сенің ала алатын гарантияң өзіңнің біліміңе, өзіңнің стратегияңа бағынып жасасаң, демек ол ешқандай қателік деп саналмайды ұзақ уақытқа. Сол себепті ешқандай қателік деп көрмедік. Сосын келесі сделка тоже мына екі сделканың алдыңғы сделка сияқты мына жерде де retake position деп тұр, яғни мына сделкаға қарай отырып не істеген тоже жаңағы сәл ертерек болып қойғандықтан, енді бағаның жоғары баратындығына сенімділік болғандықтан баға жоғары кетеді деп көріп позициямыз тағы да ашылған болатын. Мына сделкамыз бізде четверг күні ашылды, сосын жұмаға дейін ұсталды. Жұмада именно CPI жаңалығы болды. Қарасаңыздар, сол жаңалыққа байланысты жаңалық шығардың алдында енді сделкам ашық тұрғандықтан стоп-лоссты пайдаға тақап қоя салған болатынмын. И жаңалықта сол стопты пайдаға қойған, сонымен алып кеткен. Так, мынау ашылған несі, енді журналды сәл кешірек жазып үлгердім. Жаздым, енді SNR-дің жаңағы минимумына келгенмен бір алдыңғы SNR мынау бұзылғанын күткен болатынмын, бірақ оның ретестісі сәл төменге түсіп, мына SNR-дің астыңғы зонасына келгеннен кейін жоғарыға қарай реакция береді. Осы жерден сделкаға кірген болатынмын. Енді алдыңғы анализбен бағаның бағыты, негізгі бағыты жоғары деп көргендіктен. Кіру нүктесінде де қарасаңыздар, мына жерден астыңғы ликвидтарды именно 15 минуттықтағы астыңғы ликвидті фитильмен алып, тазалап, мынандай свич ашып жабылғаннан кейін кірген. Мынаны қарасаңыздар, мына жерге именно кіру нүктесіне агрессив сетап деп жазылған. Жаңа свечалардың несіне қарап
доджи кандл деп айтады. Енді көп қарай беретін деме емес, бірақ та жоғарыға кететін бағаның бағытына сенімді болғаннан кейін осылай плюс есенердің подтверждениесі қосылғаннан кейін осылай ашқан болатынмын. Ары қарай бұл сделканы жаңа мына жерде жазылып тұр. CPI жаңалық шығуына байланысты стоп-лосс пайдаға қойылды 1-ге 2 ерерге. Яғни мен мына жерде 0,5%-бен кірген болатынмын. Яғни ерерім 1-ге 2 орындалған. Негізі 1-ге 6 ерер болған, бірақ 1-ге 2-мен жабылғаннан кейін мына жерде 2 деп жазылып тұр, иә. 1-ге 2 ерерге жеткен кезде қазір мына жерде көрсетілген жаңалықтың алды мына кез сағатты қарасаңыздар 5:30-ға қарай жаңалық шыққан. Мына жерде уақыт қате көрсетіп тұрған болуы мүмкін, үлкен таймфреймдер болғандықтан, 1 сағаттық болғандықтан. Мына аралықтарда жаңалық кезі болған 5:30. Мына аралықтарда қарасаңыздар 5:30 жаңалық кезінде жаңалық шығардың алдында мына баға мына аралықта жүргенде стоп-лоссты осы аумаққа қойдым. Ары қарай жаңалық жоғары қарай көтерді. Бірақ та енді мен осы қалпы баға жоғарыға жаңағы кететін болса жаңалықпен ары қарай кетіп қалу керек деп стоп-лоссымды осы жерге қалдырдым. Бірақ баға жаңалықтан кейін бір қайтып келді да менің стоп-лоссымды осы жерден пайдамен, яғни жауып берді. Осылай соңғы сделкамыз жабылды. Енді мына жерде қарайтын болсаңыздар, есептейтін болсаңыздар, негізі уже тапқан пайдамызбен мына жердегі плюс-минус пайыздарымыздың барлығы бірдей. Яғни мысалы есептеп көрейік, 1% минус, 2% минус, сосын 2,5% минус, 3,5% минус, 4, 5%, 6% минус болған общий. Плюстарды есептейтін болсақ, 1% плюс, 2% плюс, жарайды кішкентайын қоспай қояйық, 4%, 6% плюс. Мына жерде бір кішкентай 0 бір енді 6%, 6,5%-ға плюс болған. Плюсіміздің негізі сәл жаңағы 6,5%-ға бір 0,4, 0,5%-ға артық тұр. Бірақ та шотымызда келетін болсақ, қазір шотымызға келетін болсақ бізде, мына жерде 99.504 тұр. Яғни бұл бізде не болды? $300 мына жерде көрінбейді екен, свап телефонда көрініп тұр. $350 бізде свап жаңағы түнге қалдырылған сделка, ол басындағы JPY-ды бір апта ұстаған сделкамыз бар. Одан кейінгі сол жаңа соңғы кері 40-тың жұмадан қалдырылған деген сияқылды сваптары $350 болған екен. Одан кейін комиссия алды кейбір сделкаларға. Сол комиссиясы бір $150 болған екен. Сонымен $500 былайша айтқан кезде комиссияның минусымен дәл қазір 99.504, яғни бір 0,5%-ға минуста деп айтсақ болады. Ешқандай қиындық несі жоқ. 4%-дан көтеріп 0,5%-ға осылай плюске шығарып қойдық осы апта. Жаман апта болмады. Егер жаңа 100 мыңда болған болса, уже 6%-ға дейін плюсқа шығарып қоятындай мүмкіндік болған еді. Бірақ бұйырғаны қайырлысы, бұл нәрсе демек болуы керекті, яғни бұны өтілу үшін бастапқы минустары да болуы керекті болған нәрсе болуы керек. Сол себепті оларды да жасап көрдік. Бастысы қазір плюске шығара алдық. Ары қарай бұйырса, аптамыз жақсы болатын болса, плюсқа қарай депозитімізді өтуге тырысып жасайтын боламыз. Енді бұл жерден ескеру керекті нәрсе бір жағынан. Минусқа да жасап көрсеттік, бізде де минус болатындығын, яғни бізде де робот емес, бізде де 100% ұпайы жоқ, яғни 100% win rate жоқ. Баста ашқан сделкамыздың барлық тек профитқа жетпейтіндігін де бұл жерден көрген боларсыздар. Бірақ қарасаңыздар, жаңағы стоптарым қанша көп болса да плюстарым, риск менеджментін сақталып плюстарым жақсы болғандықтан, қарасаңыздар, минустарымды осылай жауып алдым. Енді ары қарай нәтижелерін көре жатамыз. Яғни бір түсінетін нәрсе, минус деген нәрсе трейдингтің ажырамас бір бөлігі екендігін осы күнге дейін де айтып келдік, қазір де қайталап айтамыз. Сол минусты қалай осылай басқарып шыдайсыздар? Әрине, менде де 100% басқара алдым деп айтпаймын. Мына жерде жаңағы сделканың ашылған кезіндегі ситуацияларына байланысты сәл, бірақ өзім қаламай ашылып кеткен бір-екі үлкен стоптар да болды. Араларында әрине кішкентай жаңағы кейбір ашу сенімді жерлерден азғантай немен ашып қойып, пайданы да азғантай алып қалған кездерде болды, ондай кездер. Адам болғандықтан ешқашан бұның барлығын 100%-ға әрине жасауға болатын шығар, бірақ енді ол оңай нәрсе емес шығар. Бірақ 100% жасамасақ та осылай жаңағы плюстарға қосып шығарып алуға мүмкіндігіміз бар екендігінде бұл видеодан қысқаша көре алуға мүмкіндіктеріңіз пайда болды. Осылай енді жан-жақты минустарын да көрдіңіздер, плюстарын да көрдіңіздер. Негізгі болған аптамызда қысқаша осындай қызықты апта болды. Аптаның 5 күнінің 4 күнінде сауда жасадық. Дүйсенбі күнде сауда жасадық бізде. Сессияларда да сауда жасап көрдік, Лондонда нелерді. Сосын лайфтрейдке байланысты енді әлі мүмкіндігі бір түспей жатыр сәті, өйткені Нью-Йорк кезінде аса қатты бізде осы аптада офлайн сабақ болды.
офлайн сабақ, жаңағы мен сол жерде тікелей куратор ретінде қызмет атқарамын. Офлайн сабағымыз кешкі 6-дан бастап түнгі 11-ге дейін жалғасқандықтан осы апта кешкісін Нью-Йорк уақытында өтілуге мүлде мүмкіндік болмай қалды. Енді алдағы апта деп жатырмыз. Бұйырса келесі аптада офлайнның екінші аптасы тоже жалғасады. Бірақ ортасында ол күндізгі уақытта өтіледі. Ортасында бір уақыт тауып, егер болып жататын болса, лайв трейдті осы YouTube арнамыздың есінде өткізуге тырысатын боламыз. Кешігіп жатқаны үшін барлықтарыңыздан кешірім сұраймын. Бұйырса өтіледі, осындай себептері болып қалып жатыр. Басқа негізгі аптамыз осылай өтті. Енді аса бір плюсқа шығарған сәтті апта болмаса да, жаманды апта болмады. Жақсы минустарымызды плюспен жауып, жаңағы қайтадан бастапқы деңгейіне келдік. Бұндай ситуациялар өзімде енді шыны керек, мен әрине ала салып сразу өтіп кеткен этаптарда болды, бірақ ала салып минусқа түсіріп, менің ең минусқа жаңағы камбэк деп айтады ғой, жаңағы минусқа дейін барып, шот жабылуына сәл қалып қайтқан профкомпаниям, ол соңғы $10,000 профкомпаниядан соңғы $97 қалған кезде, яғни $1000 кетсе жабылады, бірақ менде $901 күйген, соңғы $97 мен осылай жаңа қайтадан қайтарып, сол профкомпанияны өткен ситуациялар болған. Өткенде де тәжірибе, яғни сол тәжірибелердің де арқасы, былайша айтқан кезде қаншалықты тәжірибе көбірек жасайсыздар, бұндай ситуациялармен ары қарай жаңағы бұндай ситуацияларға шешім шығарып, бұндай ситуацияларды дұрыс жағынан жеңу деген нәрсе барынша жеңілдей береді. Сол себепті бірінші уақыт, әрине уақыт дегенде де ешқандай системасыз, ешқандай жүйесіз, ешқандай дұрыс білімсіз просто экранның бетіне қарап отыра беру, ол да дұрыс емес нәрсе, ол да ешқандай сіздерге өзгешелік немесе бір артықшылық әкелмейді. Уақыт керек бірінші. Демек, уақытты қалай дұрыс пайдаланамыз? Дұрыс системаңыз, дұрыс біліміңіз болса, сол системаңыз бен біліміңізді көбірек қайталап уақыт беріп жасайтын болсаңыз, осылай белгілі бір уақыттан кейін өздеріңізге өзіңіздің системаңыз, сол системаңызға, сол стратегияңызға сенетін сенім пайда болады. Ол сенім пайда болғаннан кейін ары қарай трейдингтен да табыс табу, нәтижеге жету аса қатты қиын нәрсе емес. Әрине, енді бір нәтижеге жетіп табыс тауып кеткендей айтып кеткенде болуымыз мүмкін, но бірақ енді өткен нелерімде болғандықтан, жаңағы қазіргі неге емес, өткен шағымда сондай ситуацияларда болғандықтан, нәтижелерін көргендіктен сіздерге осылай кеңес ретінде айтып жатырмын. Әрине, енді бұл профкомпаниямыз үшін, қазіргі челленджіміз үшін бұларды айту әрине ертерек болуы мүмкін, бірақ дұрыс түсініңіздер, жаңағындай өткендегі тәжірибелеріме қатысты осылай кеңес беріп жатырмын дегенде. Қысқаша осылай, осы аптамызда 4-ші аптамыз осымен сәтті аяқталып жатыр. Ары қарай келесі апталардың видеолары жалғасып салынатын болады. Не жасағандарымыз барлық челленджге қатысты. Видео ұнаған болса, лайк басуды, комментария қалдыруды ұмытпаңыздар, және де осы челлендждің жалғасын көргілеріңіз келетін болса, каналымызға тіркелуді ұмытпаңыздар. Бұл челленджіміздің бастапқы видеолары да сол каналымыздың ішіне салынған, толық көре аласыздар. Және де қосымша осы каналымызға және Instagram каналымызда, Ризық Академиямызда жаңадан рилстарымыз, осы пайдалы менің өзімнің түсірген, және де басқа да кураторлардың түсірген пайдалы өзіміздің лайфхактар, жалпы осы трейдинг саласынан үйренген қызықты өзімізге әсері тиген ақпараттарды да рилс форматында және видео форматында бөлісіп жатырмыз. Сол Ризық Академиясының Инстаграмнан төменге Инстаграм каналымыздың да сілтемесін қалдырамыз. Сол жерге тіркеліп қойсаңыздар, ол жерден де пайдалы ақпараттар ала аласыздар.